Лулу Ван деген қытайлық режиссер өзінің бастан өткен оқиғаны түсірген Firewall деп аталады фильм, қоштасу, орысшасы прощание. Сол фильмде бас кейіпкер Америкадан туысқандармен бірге Қытайға келеді. Келудегі мақсат біреу, әжесі ауырады, жаман аурумен ауырып қалған, күні өте санаулы, аз күнде ана өмірге аттануы мүмкін. Бірақ бұл жердегі басты конфликт, туысқандары ол әжеге өзінің дертті екенін, науқас екенін айтқысы келмейді. Бас кейіпкер бұмен келіспейді. Но она разозлилась бы, если бы узнала, что мы врем. Из-за чего ей злиться? Она делала то же самое. Когда твой дед заболел раком, Най-Най тоже его обманывала. Ты скажешь, Най-Най? Я не могу. Я не пойду против родных. Билли, тебе необходимо кое-что понять. Вы думаете, что жизнь принадлежит человеку? На Востоке на это смотрят иначе. На Востоке жизнь человека — это часть целого. Семьи, общества. Мысалы, маған да бір осы жерде бір оқиға есіме түсіп тұр. Мен мамамның мамасы, дәу мама дейтін, сол кісі осындай жаман аурумен ауырған кезде, дәрігерге соңғы рет барған кезінде, дәрігер енді менің мамам айтқан, ол әжеме, дәу мамам айтпаған, осындай болды енді, ары қарай жол жоқ емдеудің деп, соңғы стадия деп. Сол кезде мамам енді білдірмеген өзінің мамасына, сөйтіп сыртқа шыққан кезде, дәу мамам айтқан ғой, әдетте дәрінің бір қағазын беруші еді ғой, дәрі бермеді ма деп. Сосын мамам айтады, сосын мен білдірмедім дейді да, мамама білдірмей қайтадан, ой, бұл ұмытып кетіп қой деп қайтадан бардым да дәрігерге айттым дейді. Әйтеуір бірдеңе жазып бере салыңызшы деп, көңілі көншісін деп. Сөйтіп дәрігер жазып берді дейді. Сол қағазды, өтірік қағазды мен әкеп мамама бердім дейді. Міне дәріні жазып берді, осыны сол дәрілер қайтадан ішеміз деп айттым. Деп көңіл жайланып кетті дейді, бірақ көп ұзамай өмірден озды. Бұл да жаңа шығыстық менталитет. Осы нәрсе мына қытайлардың фильмінде де жақсы көрсетілген екен. Маған әсер етті кәдімгідей. Фильмнің бас жағында бір торғай бас кейіпкердің бөлмесіне кіріп кетеді, үйіне. Бұны режиссер бір жоғалған немесе екі өмірдің арасында тұрған бір жан деп па, солай символизм жасаған болу керек. Өйткені бұл жан бас кейіпкер сияқты ғой, батыс пен шығыстың ортасында қалып қалған. Қыз сондай Америка мен Қытайдың ортасында тұр, немесе шындық пен өтіріктің ортасында жүр. Кейіпкерлер отырып сырған іздейді. Негізі ол сырған іздеп жатқан жоқ. Бұл да метафора. Бұл жерде бұлар тұйықтан шығудың жолын іздеп тұр. Жалпы менің аккаунтыма жазылып қойыңыз. Менде болашақта да осындай фильмдердің ел байқамаған, көрермен бір қалыс қалдырған сәттерін, аммаждарды, режиссерлік шешімдерді айтатын боламын.